endi bu maskan haqiqiy ma'rifat maskaniga aylanishi kerak. Adabiyot maskaniga aylanishi kerak. Kешкі іңірде ұрықлықтан бір топ торғай ұшып кетті. Сенің қыз болған шақларың ядыларыма түсіп кетті. Қайда барсаң жүрдім бірдей, қошантайдай еріп саған. Еркелеттің өз үніңдей, аузыңдағын беріп маған. Ұмытпайман сол шағыңды, киіміңді дұрсыладың. Адыраспан моншағыңды, сіңілің тақса ұрыспадың. Жеңгеңе қолдасып күнде, сен дігірман тартар едің. Ақ боз атлы әллікімді қосық етіп айтар едің. Бір күн сен қауын қоста, болдың да шашыңды тарап. Қара көзің толып жасқа, үй бетіңе тұрдың қарап. Басып жұмсақ көкірегіңе, сүйдің мақтап бойларымды. Жақсы жігіт бол деп және, сипап қойдың айдарымды. Жиделік ардынан тағы ат кісінеді сен асықтың. Мені ұмытпа дедің дағы, қойныма бір алма тықтың. Ұмыт қалды сынық айнаң, мен кетпе деп жылап тұрдым. Керек емес берген алмаң деп ізіңнен ылақтырдым. Ат кісінеген ұрықлықтан бір топ торғай ұшып кетті. Қашып кеткен сол ақшамың бүгін ятқа түсіп кетті. Өзбекстан һәм Қарақалпақстан халық шайыры, Өзбекстан қаһарманы. Әр екі дәуірде де өзінің шайырлық жолын жойтпаған әжайып көркем сөз иесі. Қарақалпақ халқының жанышпан перзенті, милли әдебиятымыздың байтерегі еді. Ол батыс һәм шығыс поэзиясын терең үйренген, оны өз дөретушілігіне шеберлікпенен сіңдіре алған қайталанбас сөз ұстасы болды. Қарақалпақ adabiyotының, umuman Türkiye dünya adabiyotының yirik namoyandalaridan juda katta qoyalari Qoraqalpoq adabiyotының vakillari shak shubhasiz. İbrahim Yusupov deganda biz hamisha katta bir xalqning adabiyotining yirik bir namoyandasini ko'z oldimizga keltiramiz. Mana shunday bir ulug' elning, ulug' yurtning orzu armonlarini kuylash hazilakam ish bo'lmagan. Mana qaranglarda, sog'inchlarning izhoriday ochildilar jamollari, gul qizlarning iforiday esar jayhun shamollari, qatlam qatlam qalb yerlardan, qal'alarday alt dillardan, muhabbat isli ellardan esar jayhun shamollari, Navoiyda nahrul hayot, beruniyni bergan qiyot, Qoraqalpoqdan tohirat esar jayhun shamollari, tinmas umr safosiday, qutlug' hayot navosiday, mangu vatan havosiday esar jayhun shamollari, esar jayhun shamollari deganday bir ohanglarni olganmizki, bu ohanglar bizning qalbimizda, yuragimizda, el yurtlarimizning, elimizning, yurtimizning bir o'sha eng yaxshi ko'rgan so'z, demak, og'iz birchilik misolini biz, timsolini biz Qoraqalpoq elidan, Qoraqalpog'istonning mana shunday bir ulkan shoirlari, adiblari ijodidan o'rganmog'imiz kerak. Mana shunday bir buyuk adabiyotning yirik vakili, namoyandasi İbrahim Yusupov bo'ladilarki, biz hamisha ta'zimdamiz. Tarixlarga
dualı söz, her bir dertke davalı söz, kiyeli söz, dualı söz, tuğuskanlık, ar namus vicdanı şerik, malımının canı şerik, tamrında kanı şerik, kanılaş söz, tuğuskanlık. Bir жағым су, bir жағым шөл болмаса, жәннет құрып берсең де мен бармайман. Гүл һәм жусан иісі аңқып тұрмаса, ол жерде мен қарақалпақ болмайман. Осы 4 қатар қосықтың өзі шайырдың туған жерге болған шексіз сүйіспеншілігін сөйлеп тұрғандай. Оны оқыған әр бір қарақалпақ перзентінің екі дария орталығына жайласқан ата жұртына деген сүйіспеншілігі артады. Ибраим Юсупов 20-ші ғасыр Қарақалпақ әдебиетінің ұлы тұлғаларының бірі болумен бірге, оның әдебиетімізге жаңа соқпақты, жаңа көркемдік ұсыныстарын алып кіргені белгілі бола бастады. Ол кісі поэзияда бір жаңа мына дүния әдебиетінің, батыс шығыс әдебиетінің синтезінен туылған жаңа ұсыныстарды алып кіруге әрекет етті. Көпшілік жастар әсіресе Ибраим Юсуповтың шығармаларын ядлап алуға әрекет қылады. Айтып жүреді көпшілік жерлерде. Бұның сыры неде деген сұрақ туылады. Бұның сыры меніңше Ибраим Юсупов халқымызды жүзде жақсы білді. Оны халқымыздың барлық менталитетін, оның психологиясын, оның барлық дүния танымын терең зерттеледі. Һәм осы арқалы ол осы нәрселерді халқымыздың өзіне қайтарып берді, көркем сөз арқалы. Міне сондықтан да мәселен оның шығармаларында міне халық образы сондай дәрежеде суретленді, оннан әркім өзін көргісі келетін еді. Қарақалпақты көп мақтама көзімше, қармаққа тез қабатығын балықпан. Әркімнің бар әзі жері өзінше, шортанымдай аңқылдауқылау қалықпан. Жалғыз атын сойып беріп қонаққа, жаяу қалық бұл қалық талай тарыққан. Соны айтып мақтай қойсаң бірақта, оннан да зорын көрсететін қалықпан. Беглігі көп йошып кетсе бұл қалық, дәстанларды қойдай дізіп мақтаған, әмме қалықты Қарақалпақтан шығарып, өз тарихын баслар адам атадан. Минет десе жең түрінген палуандай, арбаға тау түйе десең тиеген, дослық десе жұлдыз тауып алғандай, халқымның ақ көкірегін сүйемен. Өңірінде шайқалған жас Қаратау, әму дария суларынан нәр алып, құбласында нардай шөккен Қаратау, арқасында ақ сазанлы аралы. Кең дүнияның бұл мүйешін аралап, жүрегіңе мәңгі сақлап кетуге, күн шығысқа сапар шеккен азамат, асық достым біздің жаққа жетуге. Бұнда өмір қауынындай шаббаздың, толып тасар тіл үйіргіш шіреге. Бұнда Пушкин, Науайы һәм Аббаздың қосықларын әмме яддан біледі. Мейлі Киев, Тундрая Арарат, ұлы жұрттың болсаңда қай шетінде, күн шығысқа сапар шеккен азамат, асық достым біздің жаққа жетуге. Ибраим аға Юсуп бұл тұлға үлкен. Халқымыздың поэзияның тұлғасы. Бұл халқымыздың мақтанышы, миллетіміздің мақтанышы. Әжінез қандай классик шайыр болса, қандай халқымыздың сүйіклі шайыры болса, сіз һәм міне сол халқымыздың сүйіклі әжінесіз деп айтатын едім Ибраим аға. Bir күнлер bir azmaz Mazam bolun kıramay bir demala koyayın hem yemden bulayın dep больницаға жатып едім. Сол больницаға жатқанда Ибраим аға маған хат жазған. Хаты мынадай міне. 10 март 1993 жылы Н. Мұхаммединовқа деген гимн қосығының және бір қайта істенген
қиын саған міне уәде бойынша жіберіп атырман. Сенің менен ижат майданында іслесудің өзі маған хәз беретіғыны бар. Ашық айдын піріңе, мод сыртыңа сыйынып бір нама шығар киімінге. Қарақалпағы өзбегі, қазағы түркмені, орысы кәрісі бәрі дауыс қосып айтатұғын болғай деп жазғанда Ибраим аға. Шайырдың өзбек сазы қосығы 1958 жылы Қарақалпақ әдебиеті һәм мәдениеті күнлерінде Ташкенттегі Науаи атындағы опера һәм балет театрында оқыған еді. Жүрек тарынан ісленген әсбап тарма деймен. Саздың ең нафис ағласы өзбекте барма деймен. Тақияңды шеккеге қойып, шертесең назлы көз сал. Шерт, бірақ жаныма менің бұнша дәрт салма деймен. Дәртіңе дәрман таппай, қашсам деп қаша алмайман. Алты жұп сырлы тұзағың мұдам таярма деймен. Бұл тұзақтан шығарлық жол сорадым Науайыдан. Мен хам күйген мен деді, ядыма салма деймен. Biz bugungi kunda talabalarga, yoshlarga mana shu muhtaram prezidentimiz tomonidan yaratilgan sharoitlarda bir narsani aytib o'tmoqchimizki, Alisher Navoiy Milliy bog'ida joylashgan Adiblar xiyobonida 24 ta buyuk 20-asrlarda, 21-asrlarga o'tish davrida ijod qilgan shoirlarimiz, adiblarimizga qo'yilgan haykallar orasida Qoraqalpoq elining munosib o'g'loni Ibrohim og'a Yusupovning ham haykallari bor. Institutimizda Ibrohim Yusupov nomidagi stipendiya, ular nomidagi ko'krak nishoni, mana biz ularga bag'ishlagan muzey ochyapmizki, bu hammasi mana shu kundalik hayotda nafaqat texnologiyalar o'rganish bilan birga yoshlarimizning shu xiyobonda joylashgan Ibrohim og'a bilan birga qolgan barcha adiblarning hayot yo'llarini, ularni bir ko'z oldilariga keltirib, tasavvur qilib, qanchalik san'at bilan bugungi kundalik hayotdagi bizning o'tmishimiz, kelajagimiz uchun zamin bo'layotganligini biz ularga ko'rsatib o'tmoqdamiz. Ибраим Юсупов бүткіл өмірін поэзияға арнаған әжайып шайыр болды. Ол қосық жазуды мектеп оқушысы дәуірінен бастады. Ол ат мініп, ауылының қой жанлығын кезекпенен бағып жүргенде, ат дорбасынан кітап түспес еді. Ол педагогикалық институтқа оқуға түскеннен кейін, жазған қосықларын институт жанындағы Қаратау қолжазба журналынан бастады. Қарақалпақ әдебиетінде бірінші болып, 20 жасында Жолдас мұғалім атлы поэмасын дөретті. Жас таланттың келешегінен тәуекелденген дұшпандары, оны атасы репрессия болып кетсе де, оның ишан болғанлығын бетке тұтып, әдебиеттен бүткіллей алыслатуға әрекет етті. Оны достары бұл қысқыдан алып шықты. Лекін оның алдында көп тосқынлықлар
ұшырасады. Өз мақсаты жолында күресе білген талант иесі бұл құдалаулардың әммесін жеңіп өтуге ерісті. Бұл тосқынлықлар оның өз сүйгеніменен қосылысу жолында да біраз қиыншылықтарға душар етті. Кеуіл қойған қызы Бибизада менен екеуінің мұхаббаты 7 жылға созылған сынақлардан өтуге мәжбүр болды. Бүгінгі күнде олардың мұхаббатын Қарақалпақ халқы заманымыздың ғариб һәм шахсанемлері деп әуеспенен тілге алады. Шайырдың менің жігіт уақытым, сенің қыз уақытың қосығы да ұсы өтімішті екі жастың пәк мұхаббатын көз алдыңа елестетеді. Тәшку десең дәрхәл түседі еске. Менің жігіт уақытым, сенің қыз уақытың. Тура самолеттен түстім де кеште. Жатақ жайыңыздың есігін қақтым. Гүлшанда ашылған бір таза гүлдей, шырайыңа шырай қосқан екенсен. Хинд қолына түскен асыранды пілдей, үнсіз жетегіңе ере бердім мен. Тәшку десем дәрхал түседі еске. Менің жігіт уақытым ау, сенің қыз уақытың. Тура самолеттан түстім де кеште. Жатақ жайыңыздың ау, есігін қақтым. Менің жігіт уақытым ау, сенің қыз уақытың. Қарақалпақтардың өміріндегі ізбезіліктің сақлануы. Мейлі ол қанша қиыншылық көшіп қонып жүрсе де, бәрібір рухи ізбезіліктің сақлануы менен һәм сол ізбезілікті әулеттен әулетқа жеткеруді Ибраим ағаның һәм ағартушылық, һәм шайырлық жолы өз алдына. Бүткіл дүния көкірегіне зорға сиятығын шайыр еді Ибраим аға. Ол оның ой өрісі, дүниялық көзқарасы жүдә кең инсан еді. Ибраим ағаның кеңпейілігі һәм афуайлығы оның үлкен адамгершілігінен дәрек беріп тұратығын даналығы өз алдына еді. Шайыр өзінің дәстепкі ватан қосығы жарияланған уақыттан соң 60 жылдан астам уақыт ішінде бір қанша том қосықлары менен шығармаларын баспадан шығарып, көпшілікке кеңінен танылды. Бұл дөретпелер оны тек қана әму бойының емес, ал бүткіл орайлық Азияның бүгінгі әдеби аспанындағы ең жарық жұлдызларының біріне айландырды. Шайыр дөретпелері Москва, Ташкент һәм Нүкс қалалары баспаларында жарық көрді. Сондай-ақ қырғыз, түркмен, қазақ, белорус, грузин, латыш, болгар һәм басқа да халықтардың тіліне бір қатар қосықлары аударылды. Ибраим Юсупов өз ана тіліне дүния жүзі халықларының ең атақлы шайырларының шығармаларын аударған талантлы аудармашы. Әкеміз ана тіліміздің ғайры нағыз көркемлігімен қосқылар жазып, Қарақалпақ әдебиетінің рауажлануында өзінің үлесін қосқан шайыр. Енді халқымыз үшін ол ұлы шайыр болса, біздер үшін шаңырақта апуай әке еді. Сондай бір апуай инсан еді. Еш уақыт дауыс қатты шықпаған. Бір қосығының тарихының куәсі болғанмын. Сентябрь айлары еді. Әкемменен сентябрьдің 17-сі анамыздың туылған күні. Әкемменен бірге әуле басына барғанбыз. Әулеге кіріп атқан жерде тырналардың дауысын естім. Аспанда тырылап ұшып бара тұрғанын.
Енді бұрыларым көргенмен, тырналарды көп көргенмен, бірақ сол сапардың жақын жерден ұшып баратыр екен. Сонда сол әкем қарап тұрып айтып еді, тырналарым жылы жаққа ұшып баратыр деп, сол жерде сол тырналардың ізінен қарап қалғаны есімде еді. Кейін бір күндері сол октябрь айлары еді, үйде кабинетін жинап отырсам, столында бір үш куплет қосық басылып тұр екен. Жаңа 3 куплет қосықты оқып қарасам, әл хавада қанатларын талдырып, жат манзілге сапар шеккен тырналар. Айралық дәртінде бізді қалдырып, шадлығымды алып кеткен тырналар. Хауазыңа құлақ салып қарасам, ақ қағаздай ғағырласып барасаң, хош алияр айтысқандай боласаң, келмеске жол тартқан көззал тырналар. Барар інтізамлы жіпке дізіліп, мен қарайман жүрек бауырым езіліп, мен де сіздей ата жұрттан безігіп, неге кете алмайман айтың тырналар. Өзінің көркем дөретпелері, жәмиетлік қызметлері менен даңқ таратқан Ибраим Юсупов халықтың, мемлекеттің үлкен сенімлі һәм хүрметлі перзентіне айланды. Ол Өзбекстан Республикасының ел-юрт хұрматы, достық орденіменен сыйлықланды. Шайыр 2004 жылы Өзбекстан Республикасы президентінің парманыменен Өзбекстан қаһарманы атағын алды. Шайыр ұстаз шайырлар Аббас Дабылов, Садық Нұрымбетовлар менен жақын сәубеттес болды. Олардан үйренді һәм өз талантын жетілістірді. Әсіресе өзбек халқының белгілі шайырлары Ғафур Ғулам, Миртемир, Зульфия, Авар шайыры Расул Гамзатов, қырғыз жазушысы Шыңғыс Айтматов, Балқар шайыры Қойсын Кулиев, Рус шайыры Константин Симоновлар менен жүдә жақын ұстаз шәкірт пікірлес һәм қалемлес болды. Олардың ең жақсы дөретпелерін қарақалпақ тіліне аударды. Шайыр заман менен һәм нәпес болуы керек дер еді Ибраим Юсупов. Бүгінгі өмір, ертеңгі тарих, ал шайыр һәм жазушылардың шығармаларында өз дәуірінің артық кемісін сөйлеп тұруы керек. Өзі айтқанындай, өткен әсірдің 60-шы жылларының орталарынан басылап, кейін шегінген Арал теңізі шайырды бейбарық қалдырмады. Осы жыллары ол Посейдонның газебі атлы поэмасын дөретті. Бұл поэма табиатқа ойсызлық менен қатынас жасап, су құдайының газебіне ұшыраған заманастарымыздың бейбарықлығына арналған еді. Арадан өткен 40-50 жыл ішінде сырт елді журналистер, алымлар келіп, дүния жәмәәтін бұл экологиялық апатшылық орайына жәрдем қолларын созылуға шақырудың орнына халықты ғам қайғыға батыратуғын, бұл халық белгісіз таманларға көшеді деген қауасатлар таратты. Мемлекетіміз басшыларының арал машғалаларын шешу бойынша істеген игіліклі істерін тілге баспады. Сол уақытта шайыр халықты үмітсіздікке берілмеуге шақырды. Сәл азырақ сабыр етің, бұл жер елі зор болады, шет елді кімселер келіп, бізге азырақ жер берің деп сұрайтығым болады деген патриотлық қосқылар жазды. Қауесет бар қарақалпақлар, көп ұзамай көшер деген. Қайдағы бір жақсы жаққа барып қоныс басар деген. Мейлі өзі білсін әркім, білгішлердің заманы бұл. Бірақ артық болмас бәлкім, сәуірлесек шамалы бар. Кеткен ғазлар көлін жоқлап, ұсы күнде келіп жүрген, ой жуыртып соған шақлап, бір нәрсені біліп жүрмен. Бардыр болжау қабілетім, білген нәрсем сол болады, сәл азырақ сабыр етің, бұл жер елі зор болады. Ұлы талант иелерінің бұл қиябанда бой тіклеген естеліклері келешек әулет үшін тәрбия мектебі болып қызмет етеді.
үлкен үміт һәм жақсы сезімлер қоршауында бұл мұқаддес жерге қадем қояр екенбіз. Кеулімізді милли мақтаныш билейді. Олар қалдырған бейбаһа мираслар, инсанилықтың тәрбия сабақларынан сөз ашар екен, ұсындай ұлылықтың қадір қымбатын терең сезініп, істеген істерін көкке көтеру перзентлік парызымыз болып қала береді.